Түркістан облысында Конго-Қырым-қанды қызбасының алдын алу шараларына сәйкес жыл сайын атқарылатын жоспарлы өңдеу жұмыстарының көктемгі кезеңі басталды. Яғни алдағы 1,5 ай көлемінде әрбір аудан қалаларда ірі қараларды бүрку, уақ малдарды тоқту, қора-жайларды дәрілік препаратпен өңдеу және буферлік аймақтарды залалсыздандыру шаралары жүреді. Ал бұл жауапты міндетті облыстық ветеринария басқармасына қарасты ветеринариялық қызмет мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның аудан қалалардағы филиалдары жүзеге асырады. Яғни облыс бойынша мамыр айының аяғына дейін жалғасатын өңдеу жұмыстарына жалпы саны 1878 маман жұмылдырылса, олар толығымен қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген. Айталық 17 сәйкестендірілген дуг автокөліктері мен 19 дана мотопомпа жұмылдырылып, мамандар 140 дана ранстық аппараттармен және арнайы киімдермен қамтамасыз етілген. Бұл туралы облыстық ветеринариялық қызмет мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның директоры Бақытжан Бегманов мәлім етті. Түркістан облысы бойынша кенеге қарсы өңдеу жұмыстарын бастадық. Қораларда, қораға жапсарлас аумақтарда, ірі қара малдарда жабысады кенелер, солардың үстін бүрку, ұсақ малдарда болатын кенелерді мынау ванналарда арнайы әуіттер дейді ғой, соларды тоғытып, сол кенелерді жоямыз. Биылғы жылға жоспар бойынша 1,5 миллион ірі қара малдардың осы үстін бүрку жоспарланған, және 39 миллион шаршы метр қора-жайлармен болған жапсарлас аумақтарды өңдеу жоспарланған, 7 миллиондай жаңағы мал иірімдері, суаттар, соларды жаңағыдай өңдеу жұмыстары жоспарланған. Бұған арналған арнайы препараттар бізде ветеринария басқармасы тарапынан сатып алынып берілді. Түгел облысымыздың 17 аудан қалаларына жеткізілді. Толық көлемде барлық мал басына есептеліп, және осы жердегі аудандардағы мал ұстайтын жеке қожалықтардың саны, ондағы қораларының шаршы метрі барлығы есептеліп, толықтай көлемде жеткізілді. Енді міне 10 сәуір бүгін басталды жұмыстар, мамыр айының соңына дейін жалғасады бұл жұмыстар. Бұл қора-жайларды өңдеген уақытта тұрғындардан сұранарымыз өтініп, механикалық тазалаудан өткізу керек. Яғни тазаланбаған қораларға шашылған дәріден әсер төмен болады өте. Әсер етпеуі де мүмкін кенелерге. Себебі қидың астында қалады, ақырдың ішіндегі шөптердің арасында қалады, дәрілер бетіне шашылады да әсер етпей қалады. Сол үшін сұранарымыз механикалық жақсылап тазалаудан өткізіп, шыққан қиық қоқыстардың бәрін өртеп, мына өңдеуге арналған мамандар барған уақытта қораларын таза ұстап отырса екен. Биыл жаңағы облыс әкімінің тапсырмасына байланысты бүкіл аудан осы өткен күндері жиналыс болып, аудан әкімдеріне тапсырма берілді. Ол жерде аудан әкімдері өздері жаңағыдай берілген құзырет шегінде аудан аумағындағы осы үйлерде, мынандай қораларда санитарлық, механикалық тазалауды ұйымдастыруды облыс әкімі соларға тапсырды. Біз енді сол кісілерден жақсылап жаңағыдай қораларды тазалауын ұйымдастырса, біз ары қарай дәріні шашуды толық көлемде сапалы ұйымдастырамыз. Кенелерге қарсы өңдеу жұмыстарына қажетті дәрілік препараттар барлық аудан қалаларға толыққанды жеткізіліп берілген. Яғни биылғы жылы ірі қараларды бүрку және ұсақ малдарды тоқтуға дезинсеп сұйықтығы және залалсыздандыру жұмыстары үшін дуэт ұнтағы қолданылуда. Міне облыстық мекеме тарапынан энзотиялық жұмыстарға қажетті барлық жабдықтармен қамтылған Төле би аудандық филиал тарапынан көктемгі маусымдық өңдеу жұмыстарына жалпы саны 100-ге тарта маман жұмылдырылған. Бүгінгі таңда өздеріңіз көргендей мына ірі қара малдарды бүрку 2 кезең бойынша 212 мың ірі қара мал бүркіледі. 398 мыңдай уақ малдар тоғыту ваннасына тоғытылады. 2 миллион 400 мың шаршы метр мал иірімдері мен суаттарына шашамыз. 5 миллион 900 шаршы метр қора-жайлар мен жапсарлас аумақтарға дуэт препаратымен өңдейтін боламыз. Қазіргі таңда Төле би аудандық филиалынан 88 маман және де маусымдық жұмыспен 13 маман алынады. Сапалы атқару мақсатында біздің мекеменің тарапынан 5400-ден астам хабарландырулар берілді. Өзіміздің Төле би аудандық Төле би туы газетіне хабарландыру жарияладық. Өзіміздің әлеуметтік бетқызмет әлеуметтік парақшамызға хабарландыру жарияладық. Және де сонымен қатар 13 ауылдық округтың әкімдеріне қора-жайларды механикалық тазалаудан өткізуге ұйымдастыру туралы хат жолданды. Қазіргі таңда тазалау жұмыстары ұйымдастырылуда. 1,5 ай көлемінде осы етті әрлейміз. Осы Төле би ауданы тұрғындардың қора-жайларын таза ұстап тұрса дұрыс болар. Бізге келіп
жеңіл дәрілеп шыққанға. Бір адам бір күнде 50-55 үй дәрілейді. 3 адам дәрілейміз. 150-200 үйдің төңірегінде дәрілеп шығамыз бір күнде азаннан кешке. Ендігі жерде алдағы 1,5 ай көлемінде облыс бойынша 1.500.000-нан астам ірі қара бүркуден өткізіліп, 5.197.000-нан астам уақ мал тоқтылатын болады. Сонымен бірге мал иірімдері мен суаттар және мал ұстайтын қоражайлар толығымен кенеге қарсы залалсыздандырылып шықпақ. Ең бастысы әрбір мал ұстайтын азамат өз қоражайын өңдеу жұмыстарына дейін тазартып отырса, бұл әрекет жұмыстың сапасы мен нәтижесін жақсартуға өз септігін тигізбек. Абаймаров, Рауан Амангелді, Кемел арнасы.